Бұл историяны түнде жалғыз тыңдамауға кеңес беремін. Өйткені бұл оқиғада жын адамды есінен адастырады, есіммен шақырады. Бұл оқиға бір ауылдың шетінде басталды. Ол ауылда түнде ешкім далаға шықпайтын. Тіпті есік алдына да шығуға қорқатын. Ауыл шетінде бір ескі үй бар еді. Ол жерге жақындамаңдар дейтін үлкен кісілер. Бірақ біз не үшін екенін түсінбедік. Көрермендер, сендер жындарға сенесіңдер ме? Бір түні ол есіктің артынан өз атын естіді. Дәл өзінің даусымен. Сонда ол түсінбей таңырқап қарады. Ішінен үрей, қорқыныш сезімі ұялады. Не істесем екен деген оймен отырды. Бір силуэт көрінді. Жақындады. Сағат 3:17 еді. Терезе өздігінен ашылды. Ал далада ешкім жоқ еді. Үн-түнсіз. Тіпті қарғаның даусы шықпай қалды.